Ең бірінші біз системаны орнатамыз. Ол үшін жаңағы кез келген браузерді ашып, pvr.kz деп жазамыз. Бірінші ашылған сайтқа кіреміз. Барлықтарыңызға экран көрініп, даусым естіліп тұр ма? Так. Осы сайттың ең төменгі жағына өтеміз де, біздің жаңағы фаворитті жүктейміз. Качайтты басасыз. Сізде жүктелу басталады. Одан кейін осыны ашып, компьютеріңізге орнатасыз. Орнатқаннан кейін сіз фаворитті жаңағыдай ашып, өзіңіздің базаңызды енгізесіз. Сізде мына жер толығымен бос болып тұрады, ештеңке болмайды. Добавитті басасыз. Одан кейін наименование деген жерге мектептің атын жазасыз. Код базы данных H6. Бұны сіз ағылшынша жазасыз. Типті тізімнен таңдайсыз, TSP деп. Адрес cloud2.fvr.kz. Порт 0 қоясыз. Осы 5 жаңағы бөлімді толтырасыз. Біріншісі мектептің аты H6, H бізде ағылшынша. Типті таңдайсыз, адрес cloud2.fvr.kz, порт 0. Жазғаннан кейін окейді басасыз. Соның үстінен басып, өзіңізге берілген логин парольді жазып кіресіз. Ваше имя деген жерге сіз өзіңіздің логинді жазасыз, парольға парольді енгізесіз. Ары қарай сіз системаға кіресіз. Сізде жаңағы раздел учет персонала толтырасыз, документы. Ең бірінші мектепке қызметкерлерді қабылдаудан бастаймыз. Сіздер фаворитқа қызметкерлерді макет арқылы енгізесіздер. Осы макетті жүктеп аласыздар. Жаңағыдай тағы да браузерді ашасыз, поискқа жазасыз, фаворит макеты десеңіз. Сізде бірінші шыққан сілтемеге кіресіз, загрузка данных в систему. Осы тізімнен макет загрузки трудовых договоров. Осыны сіз жүктеп аласыз. Қасында міне жүктеп алатын ссылка тұрады, соны бассаңыз, ол сіздің компьютеріңізге жүктеледі. Одан кейін оны қалай толтыру керек, инструкциясы бар. Және нажмите для просмотра бассаңыз, осы макетті қалай толтыру керек, қазақша, орысша видеоролигі шығады. Макетті жүктеп алғаннан кейін жаңа инструкциясын ашып көрсетейін. Осындай инструкция бар, қалайынан толтыру керек, ең бірінші жұмысты қалай басталады. Осыны бір көріп өзіңізге шығарып алсаңыз да болады. Ары қарай макетті ашасыз. Макетте қызылмен тұрғандар міндетті түрде толу керек. Ең бірінші номер, трудовой договор номерін бос қалдырсаңыз болады. Датасы, фамилия, имя. Дата сіздерде 30 апрель болады. 30.04.2025 деп қоясыз. Барлық қызметкерге. Қызметкердің аты жөнін жазасыз. Аты жөнін жазасыз. Және мұнда қарасаңыз, бірінші, екінші, үш, төртінші, төрт строкаға тиіспейсіз. 5 пен 6 строка сізге мысал ретінде берілген. Осыған қарап толтырып, артынан бұны өшіріп тастасаңыз да болады. Немесе сразу өшіруге де болады. Ары қарай сіз өзіңіздікін толтыра бересіз. Тегін жазасыз, одан кейін категория договора сізде всегда 001 болады. На неопределенный срок. Ол сізде мейлі декретницаны орнына қабылдасаңыз да, уақытша қызметкер, сезонный работник болса да, сіз барлығына 001 деп жазасыз. Содан кейін оны сіз артынан өзгерте аласыз. Жұмыстан шығарасыз, егер ол уақытша қызметкер болса, сезонный болса, тағы да басқандай өзгерістерді енгізесіз. Бірақ мына жерде басқасын таңдамайсыз. Всегда 001 болады. Артын келесі признак код страны, ол сізге керек емес, толтырмай қойсаңыз болады. Қызметкердің инін жазасыз. Барлық қызметкердің жеке даныларын толтырған кезде мұқият болу керек, өйткені
бір саннан бір әріптен қате кетсе, ертең зарплата кезінде возврат болады оның барлығы. Дата рождения полный толтырмай қойсаңыз болады. Вид документі 91, бұл бізде төл құжат, жеке құжаты, иә, қызметкердің. Егер де ол кісіде басқандай құжатпен болса, онда соны жазасыз. Мысалы, паспорт гражданина 92, кодтарын ғана жазасыз. Толығымен жазып керек емес. Мысалы, удостоверение личности ол 91. В основном сол болады. 91 жазасыз. Серия бізде міндетті емес. Номер документі жазасыз. Дата выдачи қоясыз. Барлығын құжат бойынша толтырасыз. Так, берген органды жазасыз. МВД РК немесе келесі болады. Бұның барлығын сіз құжат бойынша толтырасыз. Так, страна KZ ағылшынша көрсетесіз. Қалған район, като, название, населенный пункт, улица, үйдің номері, корпус, квартира дегендер, олар міндетті емес толтыруға. Бұнымен сіз уақытты алмай, келесін толтыра берсеңіз болады. Должность организации. Должность организацияда біз фавориттің ішіне кіріп, сол жерден аламыз. Бұл жерде осы макетке біз тек қана мысалы қызметкерлер болады. Бір должность основной, екіншісі совмещение. Бір екі пәннен сабақ береді, немесе основной зауч қосымша мұғалімдікті алады, немесе завхоз және басқандай қызметтерді бірге алып жүретіндер болады, екі қызмет. Сіз мына макетке тек қана основной должностьті көрсетесіз. Так, мысалы, біздің қызметкер мұғалім болса, біз қазір осы жерге мұғалімдігін таңдап аламыз. Фаворит ашасыз. Раздел учета, учет персонал. Ол сізде серый болып тұрса, сіз, значит, сол разделда уже отырсыз. Ары қарай справочники организации, должности организации кіресіз. Должности организации кіресіз, окей басасыз. Ары қарай списокқа өтесіз. Осы жерде сізде барлық қызмет должностьтар енгізулі, өзіңізге керегін тауып аласыз. Мысалы, қазақ тіл пәні мұғалімі, информатика пәні мұғалімі дейік, код должности бізде екінші талбет, осыдан қарайсыз, код должности дейді. Осылайынан белгілеп аласыз курсормен. Одан кейін копировать етесіз. Контролды басып тұрып, Ctrl-C-мен копировать етіп, артынан макетті ашып қоясыз. Ctrl-V или мышканың оң жағымен вставить десеңіз, ол сізде қойылады. Осылайынан әр қызметкердің осы жерде основной должностьтарын ғана енгізесіздер. Должностьті көрсеттіңіз, ары қарай строка мыналар керек емес, міндетті емес толтыруға. Количество ставок. Мұғалімдердің барлығына бір ставка қоясыз. Өйткені олар нагрузкамен есептелінеді. Мына жерде ставкасы бос қалмас үшін барлығына бір ставка деп қоя бересіз. Егер должность мұғалім болса. Ал егер ол бізде кіші қызметкер, немесе завуч, директор, жаңағы работник или рабочий болса, ставкамен жұмыс жасайтын, онда сіз оның именно осы жердегі должностьті бойынша ставкасын көрсетесіз. Ол завуч, основной должности завуч, бірақ 0,5 ставкада болса, 0,5 деп жазасыз. 1,5 ставкада болса, жаңағыдай 1,5 деп көрсетесіз. 1 ставка болса, 1 ставкасын жазасыз. Ал екінші қызметтерін сіз совмещениесін бөлек оны фавориттің ішінде көрсетесіз. Келесі, личная карточка образования. Бұл жерде сіз екі вариант қана көрсетесіз, жаңағы средний или высший 0,4 немесе 0,6 кодын жазасыз. Высшее образование болса 0,6 дейсіз. Средний 0,4. Так, стаж жылын жазасыз. Айы болса айы, күні болса күні. Барлығын көрсетесіз. Бұның барлығын сіз тарификациядан аласыз. Мысалы, 1 деп жазайық, иә? 1 жыл 5 ай көрсетесіз. Ары қарай бізде бөлім заявление перечисление в банк. Бұл жерде осы қызметкердің жаңағы зарплата алатын 20-значный банковский счет. Оны сіз бухгалтерден аласыз. Соның барлығын осы жерге қоясыз. Әр қызметкердің банковский счеттарын жазып шығасыз. Бұны жазбасаңыз, макет сізде жүктелмейді. Сондықтан бұны толтыру міндетті. Келесі, банк. Мына жерден қарайсыз. Мысалы, KZ-тан кейін 2 цифраны өткізіп,
үшінші, төртінші, бесінші цифра бұл банктың коды. Мысалы 722 ол бізде Каспий банк. Немесе мына жерде жазылып тұрады. Народный банк 601, Центр кредит 856 деген сияқты кодын ғана енгізесіз. Ары қарай дата налоговый вычет 30.04.2025 датасын қоясыз. Және дата начала членства в профсоюзе тоже 30.04.2025. Осы екеуін міндетті түрде толтырасыз. Тек қана осы датаның қоясыз барлығына бірдей. 30.04.2025, мына жақта да 30.04.2025. Бұл макеттің толтырылуы. Так. Сұрақтарыңыз бар ма макетті толтыру бойынша, системаны орнату бойынша, жаңағы параметр конфигурация жазған кезде сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Саламатсыз ба? Бұл мен түсінбей қалдым. Қандай программаны мынаны тартуын жаңа бір айтып кеттіңіз ғой, бір программаны. Мына макетті көшіресіз ба? Көшіру ма? Иә, көшіру керек. Браузерді ашасыз да, поискқа жазасыз фаворит макеты деп интернеттен. И сол жерден міне бірінші ашылған сайт загрузка данных в систему документация деген болады. Осы жерден скачать етесіз макетті. Міне тізімде тұрады макет загрузки трудовых договоров. Осы. Міне қасында мынаны бастаңыз сілтемені, ол сізде компьютеріңізге жүктеледі, ашып толтырасыз. Түсінікті ма? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, онда ары қарай жалғастырайық. Енді біз макетті сақтап, оны фаворитқа енгізу керекпіз. Сохранить как рабочий столға сақтайық. Қазір мына жерде макеттің наименованиясындағы атауды өзгертеміз. 4W орнына біз системаны ашасыз, әркімнің өзінің коды бар ғой. Мысалы, фаворитті ашқан кезде үстіңгі жағында жазылып тұрады код, мысалы менде E514. Сізде өзіңіздікі, әр мектептікі әртүрлі болады, соны жазасыз. 514. Қалған нижний пробел, ағылшынша V540 қалады, нижний пробел қалады. Соңғы атауын алып тастайсыз ба, ол жерге сіз 30.04.2025 деп жазасыз. Ешқандай нүктесіз осылай жазылу керек. Біріншісі мектептің коды, қалғаны барлығында бірдей нижний пробел V540, нижний пробел 30.04.2025 болады. Рабочий столға сақтайсыз. Сақталды. Енді осыны жауып, қазір раздел учета, учет персонала, документы, трудовой договорды ашамыз. Так, окей. Трудовой договорды ашасыз, добавить басып, действие, сервис, импорт данных дейсіз. Сізден макетті іздеу қажет пе деп сұрайды, данны басып, макетті қай жерге сақтадыңыз? Мен рабочий столға сақтадым, сол үшін рабочий столдың үстінен бір рет басып, окей басам. Ал сіз егер папкада болса, сол папканы көрсетесіз, ары қарай окейді басасыз. Макет сізде жүктеледі. Қайтадан айтып беріңізші жаңағы. Макетті жүктеу ма? Трудовой договорды ашасыз. Действие. Сервис. Действие. Сервис. Импорт данных. Макет жүктелді, міне загружено 1 деп тұрады. Біз бір ғана қызметкерді енгіздік. Егер сізде ол жерде 200 адам болса, 200 деп шығады. Кімде ошибка бар, ошибочных деп көрсетеді. Макетті ашасыз, ошибкасын қарайсыз. Қазір макетті ашайық. Макетті ашасыз, ол кісіде ошибка көрсетіп тұрады, именно қай жерде. Потом соны жөндеп, сақтап, қайтадан макетті жүктейсіз. Жүктеу бойынша сұрақ бар ма? Болды, толығымен сосын айтамын. Сіз қай мектеп, қай районнансыз? Енді осы сұрақ қойып отырған кісі айтыңызшы. Жаңақорған ауданы.
Жаңа Орған ауданы. Жаңа Қай айттым мектеп? ғой, аттарыңызды өзгертіңіздерші. Мектепті айтыңызшы, атыңызды өзгертейін. мектеп 184 мектеп Жаңғырған дедім ғой жаңа. Мен жазып қойған неме. Тұр ғой. Жоқ, жаңа сұрақ қойған апай бар ғой, сол кісі. 184-ші мектеп па? Ол мен қойдым ғой ол. 220 білмем. 223. Жаңа Орған ауданы. Рахмет. 220. Так, енді осы жүктелген макетті қазір біз списоктан қараймыз. Окей. Және тағы бір айта кететіні, сіздер жаңағы документті обновить етеміз. Мышканың оң жағымен создать список немесе жоғарыда осы көкті басасыз. Сбросить все деп міндетті түрде басасыз. Және ограничить выбор. Егер сізде қызметкер саны 200-ден көп болса, списоктан сізден только 200 қызметкер ғана шығады. Сол үшін сіз 200 дегенді өшіресіз нольға басасыз. Сбросить все. Окей. Так, қазір мына жерде өзгерте салайын. Кете берсін. Қазір списоктан біздің барлық қызметкерлер шығады. Мен сізге өзімнің кіргізген данныйды ғана көрсетемін. Так, міне біздің енгізген қызметкеріміз. Барлық жаңағы должности енгізіліп тұрады. Ары қарай сіз егер қызметкерлерді макетпен енгізсеңіз, бұл сол қызметкерлерге автомат түрде жаңағы трудовой договор, еңбек шарты, жұмысқа қабылдау бұйрығы, одан кейін жеке карточкасы, стаждары, образованиясы толтырылып тұрады міндетті түрде. Приказ о приеме на работу кіресіз, ол қызметкерлер сізде уже кіріп тұр, ары қарай бұны жасамайсыз. Келесі, осы макет арқылы осы 3 құжат толтырылады. Одан кейін сіз уже жаңағы қосымша кімде должность бар, совмещениесі бар кісілерді кіргізсеңіз болады. Раздел учет персонала, документы, приказ о совмещении должностей. Сбросить все окей деп жазасыз. Немесе осы жерден сразу добавить деп баса берсеңіз болады. Қазір осы кісіге біз екінші должностьті таңдап көрсетеміз. Приказ о совмещении должностей жаңағы қосымша должности бар адамдарға толтырылады. Датасы 30.04.2025. Табельный номер. Так, қараңыздар. Осы қызметкердің қазір біз мышканың оң жағымен связаны документы, приказ о приеме на работу ашамыз. Автомат түрде толған құжат. Бұл жерде бізде жаңағы енгізген барлық данныйлар тұрады. Одан кейін қосымша әр қызметкерге жеке табельный номер беріледі. Мысалы, мына кісінікі 0266. Әр қызметкер қайталанбайды, жеке-жеке болады. 0266 ол кісінің информатика мұғалім ретіндегі табельный номері. Қазір совмещение жасаған кезде екінші должностына жеке табельный номер беріледі. Мына жерге 0266 деп жазамыз. Немесе үшбұрышты басу арқылы списоктан осы кісіні тауып аламыз. Аты жөні шықты 30.04.2025, астыңғы датасына да 30.04.2025 деп жазамыз. Структурный подразделение. Қандай қосымша должности бар? Административный персонал ол бізде. Административный, воспитательный, техперсонал жаңағы кіші қызметкерлер, рабочийлар болады. Так, административный таңдаймыз, должность үшбұрышқа басу арқылы екінші должность көрсетеміз. Мысалы, завуч деп таңдай салайық. Және келесі табельный номерді үшбұрышты басу арқылы списоктан таңдап береміз. Осы табельный номерді. Өзіміз мына жерге қолмен жазбаймыз. Міндетті түрде үшбұрышты басып, тізімнен таңдайсыз, сосын барып соны қоясыз. Енді осы келесі дополнительный вкладкасына завуч ретінде ол кісінің ставкасы қандай? Соны жазасыз. 0,5 деп мысалы көрсетесіз. Так. Мына жерде осылай болады. 5-дневная рабочая неделя, 40 часов. Мышканың оң жағымен сохранить и подписқа басасыз. Подписқа баспасаңыз, бұл құжат сізде черновик ретінде сақталып тұрады сарымен.
яғни ешқандай активный болмайды. Сол үшін міндетті түрде подписқа басу керек. Саламатсыз ба, сұрап жүрсем болады ма? Иә. Мен Шел ауданы өнер мектебіне боламын. Бізде жұмыс 6 күндік және 6-шы күні бізде орысша айтқанда короткий день. 6 Оны күндік біз қалай көрсетесіз. толтырамыз? Согласно графика работы деп Аха. таңдайсыз. 6-дневная рабочая неделя деп көрсетесіз. Сағатын қалай жазыламыз? Өйткені бізде 6-шы күні түске дейін жұмыс болады. Жалпы апта қанша сағат жұмыс жасайды, бухгалтердан сұраңыз. Оның барлық сіздерде еңбек шартында көрсетілген ғой. Мгм. Сол бойынша таңдайсыз. Жақсы, рахмет. Аха, түсінікті, рахмет. Так, сақтайсыз, подписқа басасыз. Сонымен құжат сізде сақталады. Қазір мен сақтамай қояйын, бұл өйткені менде тестовый база. Ал сіздер міндетті түрде сақтайсыздар. Келесі еңбек шарты жасалды, жұмысқа қабылдау бұйрығы, қосымша должностьқа приказ жасадыңыз, личная карточка сізде автомат түрде толып тұр. Одан кейін раздел учета, учет образования. Осы разделға өтіп, документы о присвоении категории және квалификации педмастерствоны толтырасыздар. Қараңыздар, барлық құжат толтырып болғаннан кейін отдел кадр бізде протокол по стажу жасайды. Протокол по стажу бұл жерде жаңағы қызметкердің образованиясы көрсетіледі, категориясы, коэффициенттері көрсетіледі. Бұны толтырмас бұрын сіздер заучқа айтасыздар, раздел учета, учет образования жаңағы екі құжатты толтырып беру керек. Категория және педмастерство. Осыны толтырғаннан кейін барып қана сіздер протокол по стажу жасайсыздар. Мышканың оң жағымен добавить подразделение. Көрсетпесеңіз де болады, барлық қызметкерге жасайсыз. Бұл жерге тек қана рабочийлар жасалмайды, кіші қызметкерлер разрядпен жұмыс жасайтын қалған работниктар мен педагогтардың барлығына толтыру керексіздер. 30.04.2025 30.04.2025 екі датасы бірдей болады. Мышканың оң жағымен добавить строки списком. Барлық қызметкерді списоктан таңдап аласыз. Бұл жерге жаңағы кіші қызметкерлер өздері шықпайды негізі. Бір қарап тексере саласыз ғой. Одан кейін барлық қызметкерді выбрать все деп готован басасыз. Мен қазір олай таңдамай қояйын, жаңағы өзімнің кіргізген қызметкеріме ғана жасаймын. Әйтпесе загрузка ұзақ болады. Осы қызметкер таңдап алам. Так. Образованиясы көрсетіледі. Категориясын толтырғаннан кейін педмастерствомен категориясы шығады автоматически. Стажын сіз жаздыңыз, тоже автомат түрде шығады. И коэффициенті шығады. Осыны сіздер бір тексеріп өтесіздер, жаңағы тарификациямен барлығы сәйкес келіп тұру керек. Одан кейін жаңағы совмещениесі бар, екінші должности. Оны біз бүйтіп қолмен жаза салсақ болады, немесе жаңағыдай добавить строки списком деп таңдап алсақ болады. Ол бізде подпись қойылған жоқ, сол үшін де бұл жерге шықпайды. Сіздер бұл жерге жаңағы совмещениесі бар должностьтардың, тоже работник, педагогтар барлығын кіргізесіздер. Совмещениемен енгізген адамдардың образованиясымен стаждары шықпайды, оны сіздер өздеріңіз вручную жазасыздар. Яғни мышканың оң жағымен ол кісілерде осылайынан пустой болып тұрады. Курсорды қоясыз, уровень образования деген жерге мышканың оң жағымен показать список деп образованиясын таңдайсыз. Бұл тек қана жаңағы приказ о совмещении жасаған қызметкерлерге осылайынан қолмен жазып шығасыз. Стажын жазасыз. Ал қалған макетпен кірген қызметкерлердің барлығында автоматически толып тұрады. Сақтайсыз, подписқа басасыз. Сәлеметсіз бе, мен сізге қояр бір сұрағым бар еді. Бізде бір мұғалім тарихтан да географиядан да сабақ береді, дипломда тарих география деп тұр. Енді ол кісіні совмещение кіргізе, дипломда бірақ тарих пен география қатар тұр да.
иә Енді оны совещание кіргізгенде қалай не қыламыз, сол туралы айтып жібересіз бе? основной должности тарих пән мұғалімі иә География. география Иә, тарихтан соған қосымша. иә сол географиясына сіз трудовой договор приказ о приеме на работу жасадыңыз ғой, одан кейін тарихына приказ о совмещении жасайсыз, одан кейін осы жерге сол екі должностьті да кіргізесіз. Екеуіне жазамын ғой, иә. Иә, қызмет егер ол кісіде 3 сабақтан берсе, жаңағы қосымша факультативтарды санамағанда негізгі пәндерден, мысалы география, тарих, одан кейін тағы должность болса, сол үшеуі де тұрады осы жерде. Мына жерде мысалы аты жөні, мына жерде учитель география, учитель истории деп тұрады. Сосын сол бойынша стажын, образованиесін көрсетесіз, сақтайсыз, подписқа басасыз. Факультативтен де беретіндерді совещание қосамыз осында. Жоқ, факультативтар ол сізде қандай жаһандық құзыреттілік деген пәндер ғой, оларды ол Ол мысалы жаһандық құзыреттілік 2 аптада бір рет болады, соны совещание кіргізгенде қалай кіргіземіздің да? егер факультативный пәндерге сіздер совмещение жасасаңыздар, оларды осы жерге кіргізесіздер. Қандай жаңағы мұғалімдердің бар совмещениесі барлығы енгізілу керек. Ал енді осы жүргізіліп жатқан зумыңыз не сілтемесі сақталады ма, апай? Сақталады, иә. Запись бар, жібереміз чатқа. Бұл соны жаңа кіре алмаған мектептер сұрап көрші деп жатыр еді. Рахмет, апай. Осылайынан сақтайсыздар, подписқа басасыздар. Жаңағы жасаған құжатыңыз сізде списоктан осылайынан көрсетіліп тұрады. Менде ол қазір подписқа баспадым, негізі подписқа басса сіздерде осылай ақпен көрсетіліп тұрады. Келесі. Саламатсыз ба, сұрақ берсек бола ма? Болады. Саламатсыздар. Не ғой, мынау совмещениеге мысалға менде основной должность завуштың, директордың основной должность болып тұр ғой, директорлығы завуштың ше. Оларда как мысалға, как учитель русского языка, орыс тіл пәні мұғалім ретінде ол маған совмещениеде түседі. Иә. Енді протокол по стажуда мен анау несін стаждарын қойып шықтым қолмен ше, бірақ категориясын қоя алмай тұрмын. Категориясын мұғалім ретіндегі категория ма? Оны мұғалім ретіндегі категориясын. Иә, оны зауч жаңағы учет образование жақта жасайды ғой. Категориясын. Жоқ, ол жақта ол директор ретінде тұр ғой ол жақта. Директор ретінде бар ма ол кісіде категория? Жоқ, категория ол не директор ретінде, не мұғалім ретінде болады ғой. Или екеуінен де бар ма? Мұғалім ретінен түсу керек. Онда сіз қараңыз, документ о присвоении квалификации педмастерства или категория толтырған кезде табельный номеріне мұқият қараңыздар. Ол жерде жарағы қызметкердің, бірақ бұны заучтар толтырады. Егер сізде шықпаса, сіз айтыңыз, должностьтың қараңыз. Ол жерде егер орыс тілі мұғалімнен болса, категория, мына жерде должностьті орыс тілі мұғалім деп шығып тұру керек. Дұрыс, ол жерде ше ол директор болып шығып тұр ғой бізде, өйткені ол кісіде основной должность директор. Ал бізге орыс тілі пәні ретінде оның категориясы керек та, мысалға эксперт деген. Иә, совмещение жасадыңыз ғой сіз. Совмещение жасаған кезде қандай табельный номер бердіңіз? Басқа ол ше директорден басқа табельный номер ол жерде терілмейді ғой оған. Теріледі, қараңыз. Міне, совмещение жасадыңыз ғой. Основной, мысалы, мына қызметкерде 0266 информатика мұғалім ретінде, 0267 зауч ретінде. Міне, мына жерде табельный номер бересіз. Қосымша должностьна, орыс тілі мұғалім ретінде сізде. Сізде мына жерде орыс тілі пәні мұғалімі и табельный номерді айтасыз заучқа, именно осы табельный номерді мына педмастерствоға категорияға енгізу керек, жазу керек. Сосын сол должностьті шығады. Жаңадан енгізу керек па ол кісілердің да? Иә, ал жаңаға директор ретінде егер ол кісіде категория болмаса, оны өшіріп тастасын. Ол кісілердің сосын деңгейліктерін қақа қоямыз сосын? Директордың, завуштардың деңгейліктері бар ғой. Деңгейлікті бухгалтер қояды. Онда директорды завуштан неден өшіріп тастаймыз да, педмастерстводан алып тастап. Иә. Мұғалімдерді қойып, ол кезде ол кісілердің основной жұмысы мұғалімдік болып кетеді ма?
жоқ, основной сіз егер трудовой договорға директор деп енгізсеңіз, ол основной директор болып кетеді. Ал деңгейлік жаңағы бірінші, екінші, үшінші категория дегенді бухгалтер енгізеді. Ал мұғалімдердің категориялары мен педмастерство завучтар енгізеді. Сіздер совмещение жасаған кезде табельный номерларына мұқият болып, соны завучтарға ескертіп қойыңыздар, что оның совмещениесі бар, совмещение ретіндегі табельный номері осындай да осындай. Мына документті толтырған кезде сіз сол табельный номерді енгізіңіз деп. Дұрыс қой, бірақ ол табельный номер деген жерге ол номерді жазайық десек жазылмайды ғой, ол сразу основной должностьтағы номер шығып жатыр ғой. Жоқ, қараңыз, міне документ сізге көрініп тұр ғой. Бірінші толтырған кезде табельный номер основной шығады. Ал екіншісі должность жазасыз, совмещениесіндегі орыс тіл пән мұғалімі. Одан кейін мына екінші оң жағындағы табельный номерге сіз өзіңіз жазасыз. Мына 3-біріншті басып, списоктан бос тұрған табельный номерді таңдайсыз. Қолмен жазбайсыз. Былайынан қолмен жазуға болмайды. Осылайынан өзгертпейсіз. Сіз міндетті түрде мына 3-біріншті басу керексіз, ішінен таңдау керексіз. Мынаның барлығы бос табельный. Бұл совмещение деген ғой, иә, бұл совмещение жазғандағы. Маған протокол по стажу да шықпай тұр да, сол мысалға учитель болған кезде соның Сіз несі егер эксперт құжатыңыз сақталып тұр ма, егер ол подпись басылып тұрса, шығады. Подпись басылмаса, сары болып жанып тұрса, онда ол черновик болып тұрады да шықпайды ешқай жерде. бәрі сохранить деп подпись басып жатыр қой барлығында. Онда сіз сұрақты чатқа жазыңыз, или колл-центрға звондаңыз, біз Анидескпен қосылып көреміз, жария ма? Жақсы, рахмет, иә. Так, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Еңбек шарты, жұмысқа қабылдау бұйрығы, совмещение, протокол по стажу бойынша. Так, сұрақтарыңыз болмаса, ары қарай қазір отпускты, одан кейін больничный листті қалай енгізетінін көрсетейін, иә. Барлығы бұл құжаттардың, қазір артығын жауып тастайын. Бұл құжаттың барлығы бізде раздел учета, учет персонал разделында жүреді. Документы, листок нетрудоспособности, больничный лист ашасыз. Добавить. Серия деген жерге больничный листта жазылып тұрады. БД деп тұрады. Соны жазасыз. Документ номер деген жерге жаңағы больничный листта номер тұрады ғой. Сол номерді жазасыз. Датасына сізге қай күні алып келді больничный. Мысалы, бүгін мен алып келсек, бүгін мен көрсетесіз. Так, мен датасын қазір өткен күнмен қоя салайын. Өйткені бүгінгі күнмен менде подпись басылмайды. Вид отсутствия 3-біріншті басып, бірінші тұрған таңдайсыз. Временная нетрудоспособность 512. Табельный номерін жазасыз. Так, қазір. Табельный номерін жазасыз. Немесе 3-біріншқа басып, сол кісіні тізімнен тауып алсаңыз да болады. 266. Должности подразделения өзі шығады автоматты түрде. Қай күннен қай күнге дейін ауырды, больничныйда қалай тұр, соны көрсетесіз. Ары қарай диагнозбен метод учреждения толтырсаңыз болады, 3-біріншті басып списоктан таңдап, немесе жазбасаңыз да болады. Міндетті емес. Мышканың оң жағымен сохранитті басасыз. Одан кейін подписқа басасыз. Сіздер подписқа басқан кезде ешқандай ошибка шықпайды, ол сізде серый болып жанып, списокта шығып тұрады. Так, сары болып тұрмау керек мына жерде. Сіздер обязательно подписқа басыңыздар. Осылай бізде больничный лист жасалады. Және осы разделдағы кез келген құжатты толтырған кезде сізде сұрақ болса, мысалы бір жерін түсініксіз болып тұрса, мышканың оң жағын басып, помощь дегенге бассаңыз, осы құжатты қалай толтыру керек, қазақша, орысша видео инструкциясы және осындай текстовый мәтіндік инструкция шығады. Соны көріп алсаңыздар да болады. Келесі больничный лист. Түсінікті ма сіздерге? Қалай толтыру керек? Оңай толтырылуы.
данныйларын дұрыс енгізсеңіздер болды. Вид отсутствия всегда 512. Бұл жерге тек қана больничныйда болған адамдарды енгізесіздер. Саламатсыз ба? Астындағы дата учета сізде қай айдың табеліне енгізесіз, сол айдың күнін жазасыз. Мысалы, май айына енгізсеңіз, бұны онда май деп, апрель болса апрель деп көрсетесіз. Сұрақ қоя беріңіз. Сұрақ болмаса, онда ары қарай жалғастырайық. Отпуск. Отпуск бөлімінде біз бірден приказ жасаймыз, график заявления. Міндетті емес, бірден бұйрықты жасай берсек болады. Приказ о предоставлении отпуска. Сбросить все. Окей. Так, приказ номерін қоясыз. Датасы жазасыз. Категория приказа қараңыз. Егер жыл сайынғы еңбек демалысына кетсе, предоставление ежегодный трудовой отпуск деп таңдайсыз. Жаңағы жалақысын сақтамайтын отпуск болса, без сохранения заработной платы, по беременности родам, жаңағы одан кейін бала күтіміне байланысты декреттік отпускқа кетсе, осы без сохранения заработной платы по уходу за ребенком таңдайсыз. Ал жаңағы босануға кеткен болса, онда по беременности родам. Осы жерде осыны таңдайсыз. Осы төртеуі в основном таңдайсыздар. Жыл сайынғы еңбек демалысы, табельный номер қызметкерді көрсетесіз. Предоставить отпуск с какого по какой, жаңағы қай кезден шығады ол кісі сізде. Мысалы 2025 қанша күнге шығады, календарный күнді жазасыз. Мысалы 24 күн болса, 24 деп жазасыз. Сізге система өзі датасын есептеп береді. 27 деп алды бізге. Егер материальная помощь оздоровительный төленсе, осы жерге галочка қоясыз. Обязательно. Мышканың оң жағымен сохранить и подписқа басасыз. Осылай сіздерде жаңағы жыл сайынғы еңбек демалысы, бала күтіміне байланысты, бала босануға байланысты отпусктардың барлығын осы жерде енгізесіз. Толтырған кезде категория приказа міндетті түрде қарап алыңыз, құят толтырыңыз. Сұрақ бар ма? Отпуск бойынша. Саламатсыз ба? Отпусканың мысалы бізде приказ шығып қойды, жаймен деп түсіре берсек болады ма осыны Қалай дейсіз? ертең бізде отпускке байланысты мектепшілік бұйрық шығып қойды да, бірінен шығатындар, 20-сынан кейін шығатындар. Соны жаймен деп түсіре берсек болады ма? Болады. Қараңыздар, мұнда сіздер жалпы экологиясымен бірге жазасыздар. Мысалы 24 күн плюс экология, мысалы 10 күн болса, сразу 34 деп жазасыздар. Одан кейін мына оң жағында периоды отпуска деген вкладка бар, соны басып осы жерден қарайсыз. Үшіншісі бұл бізде ежегодный трудовой отпуск 24 күн, дополнительный экологический отпуск 10 күн деп көрсетіліп тұр. Мысалы, мұғалімдерде 56 күн плюс экологический 9 күн, жалпы алғанда 65 күн ғой. 65 болса 65 деп жазасыз. Ана экология несін бәрін қосып жазамыз ғой, иә? Бірге қосасыз, иә. Мына жағында жөндеп жіберсеңіз болады. 9 күн болса 9 күн, мұнда 56 күн деп. Айта беріңіз. Мен мына жерде экологиясы несін қосамыз, сосын мысалы праздничный күн келіп қалады ғой отпускаға. Мысалы ертең шілде, 6 шілде праздник күні. 65 күн болса 66 күн болады. Ол бір күнді жоқ, система өзі санайды ғой. Сіз жалпы күнін жазыңыз, система өзі қай күнге дейін екен санап береді праздниктардың бәрін ескеріп. 66 күн деп жазамыз ба біз? Жоқ, 65 күн болса 65 күн деп жазасыз. Қалай сол жер қате болмай ма? Қате болмайды, өйткені системаға производственный календар уже кіріп тұр. Барлық праздник күндерін ол ескеріп сізге ол күнін ұзартады. Қай күнге дейін екен. Сіз главное қай күн екенін жазу керексіз, неше күн жалпы.
түсінбедік бірақ. Жақсы, жоқ, онша түсінбедім негізі. Қараңыз, қазір. Праздниктар уже программада бәрі учтены. Праздники, выходные, производственный календарь деген нәрсе уже мында настройкасы жасалған. Оған сіздер... Бір сұрақ қойсам бола ма осы жерде? Сәлеметсіз бе? Bir сұрақ қойсам бола ма? Саламатсыздар, бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя беріңіз. Бізде мысалы тек қызметкерлер бар ғой, іс жүргізуші, хатшы дегендер ше. Сол кісілерге 42 күн демалыс беріліп жатыр да, ұжым шарт бойынша. Бастапқыда 39 күндігін. Енді 42 күнді біз қалай қоюымыз керек? Ана жерге 3 күн тағы қосып тұр ғой бізге ұжымшық шарт арқылы. Айван қоса береді астынан. 42 деп жазасыз. 42 деп бірінші жазып кете берем ба? Иә. Рахмет. Сол жағы. Мен де бір сұрақ қойсам болады ма? Қоя беріңіз. Бізде ше, мысалы бір күнде 60-70 мұғалім шығады да отпускіге, соны жаңағы бәрін жеке-жеке ендірмей, бірден бір ендіре салатын жаңа макет сияқты бірдеңе бересіздер ма? Әлде жеке-жеке ендіреміз ба? Бұл сұрақты біз уточнить етіп, ертең тағы Zoom болады, сол кезде айтамыз, жария ма? Жарайды, иә, рахмет. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен 194-ші орта мектебі Жаңақорған ауданынан. Бізде мынау жаңа кісілер айтып кетті ғой, іс жүргізушілерге 3 күн қосылған деп. Бізде мынау мүгедектігі бар кісілер бар, ол кісілерге 6 күн қосылған. Оны да сол 6 күннің қосып жазамыз ғой, иә? Иә, приказ бойынша жалпы неше күн беріледі, соны осы жерге жазасыз. Сосын ше, тағы бір сұрап кетейін деген, біз мына макетті бітіріп толтырып қойдық та, енді фаворитте кіріп отырмыз. Фаворитте бізде мысалы кейбір штаттар жоқ, соны анидекске кіру керек дейді. Анидекске кірсек, тек бетінде жаңа цифрлар тұр, оны қалай кіріп, оның ішінен ала аламыз? Анидексті ашасыз, осы цифраны сіз айтасыз бізге. Сосын біз сізге запрос жібереміз, сіз қабылдайсыз, одан кейін біз удаленно қосылып көмектесеміз, түсіндіреміз, көрсетеміз. Мен мысалы қазір бізде Жаңақорған ауданы бойынша чат бар да, неден фавориттен. Соған мен жіберіп қойдым, мысалы жауап болмай тұр, мысалы қалай не алатынымды. Сіз осы санды өзіңіздің жібердіңіз ба, кодты анидексті ашып? Анидекстен иә, суретке түсіріп копировать етіп жібердім ғой. Иә, онда сізге қосылады консультанттар, хабарласады сізге. Сұрағыңызды қойдыңыз ба, жаздыңыз ба сұрағыңызды? Иә. Анидекстен қалай алуға болады деп жаздым ғой. Жоқ, сіз анидексті, сізде бар иә компьютерде? Иә, бар. Ашасыз, осы міне қазір көрініп тұр ма? Это рабочее место деген цифра тұрады, соны аласыз да группаға жібересіз, сұрағыңызды жазасыз. Болмаса колл-центрға хабарласыңыз. Иә, рахмет. Сіз Жазира деген кісісіз ба? Иә. Сіз просто анидесктің фотосын жібердіңіз да, сұрағыңызды қойғанды көріп тұрған жоқ. Жібердім ғой мен алдында, кешеде жіберіп отырмын. Отпуск бойынша сұрап жіберейін мен. Айта беріңіз. Приказ номер дегенге. Приказ номерін, реттік номерді қоя берсеңіздер болады. Реттік номерді қоя береміз ғой, иә? Мысалы, бүгін қазір мысалы 10 адам шығатын болса, соған 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді кейін келіп кіріп қайтадан толтыратын болсақ, бірінші көріп алуымыз керек па спискадан ары қарай жалғастыруды, қайтадан бір деп. Ол қайталанса да түгетпейді. Ештеңе қылмай ма? Соны сұрайын деп жатыр. Жоқ, ешқандай ошибка болмайды приказ номері. Немесе спискадан кіріп қарап аласыз. Отпуск бойынша тағы бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя беріңіз. Сізге приказ деген жерге жаңағы әр қызметкерге 1, 2, 3, 4 деп нөмір қойымыз керек па, әлде приказдың нөмірін ғана көрсетіп, жалпы қызметкерлердің санын көрсетсек бола ма? Жоқ, мына приказ системаның ішінде каждый қызметкерге жеке-жеке жасалынады. Сонда приказ нөмірді бір реттікпен қоймаймыз, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Иә, реттік номерді қоя берсеңіз болады. Немесе барлығына 1 деп қоя беріңіз. Бола ма, ол қате болмай ма? Болмайды. Бізде былай ғой, жалпылама бір қызметкерге, мысалы, бірінші поток 2-сінен шығады ғой. Сол 2-сінен шығған қызметкерлер, соны қоя беріңіз. Иә, жоқ, 10 адам болса, 10 адамды жеке-жеке салып отыруымыз керек қой, сонда, иә? Иә.
Макет әлде бойынша жалпы жаңағы пакет етіп жоқ, системаның ішінде сіздер жеке-жеке енгізесіздер, ал макет бойынша сұрақты жаңа қойды ғой осының алдында апай, оны ертеңгі зумда айтамыз. аха, рахмет. Әзірге өйстіп жеке-жеке енгізе берсеңіздер болады. Аха, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіздер, менде бір сұрақ. Біз бригада нөмірі мысалға мен шығарып қойдым бүкіл мұғалімдерге, бірақ 79 деп. Біреудің нөмірі 79. Иә. Кеше 2 маймен шығардым. Сол қалай болады? Қоя берсін 79. Иә, қоя беріңіз. Аха, 79. Аха, 80-ші Бумажныйдағы нөмір қызметкерлерге. Иә, бумажныйдан. Иә, кетпейді, қоя беріңіз. Болады ма? Аха, жарайды, рахмет. Тағы бір сұрақ қойсам бола ма? Анау педагогтардың, оқу завуч педагогтардың сағатын қай жерінен қояды? Соны айтып жібере аласыз ба? Оны завучтар қояды. Завучтарға жеке зум болады, сол кезде айтамыз. Сағаттарын енгізуді. Естілді ма сізге? Сұрақ қойсам болады ма? Иә, естілді, рахмет. Қоя беріңіз сұрағыңыз. Бізде енді сәуірде шыққандар бар ғой, отпускіге. Сол кісілерді енгізбейміз ба бұл жерге? Енгізесіз. Датасын 30.04.2025 деп аласыз. 30.04 деп қойсақ, ана жұмысқа түсетін күні асып кетеді да. Түсетін күні. Кетпейді. Мына жерден предоставить отпуск тоже 30.04.2025, сосын по деп датасын сіз қай күнге дейін жаңағы кетті ол кісілер, сол күнін жазасыз. Сонда календарный күн өзі есептеп береді. Или 30.04.2025 дейсіз де неше күнге кетті. Күнін жазасыз, и сізде программа өзі есептейді. Егер түсініксіз болса, ол кісіге де ана астында материальный помощь деген басамыз ғой, сонда отпускке қазір кеткен кісіге. Материальный помощь деген оздоровительный. Егер төленсе басасыздар. Ертең ол мысалы қазір отпускіде болғанмен материальный жеке-жеке төленбейді ғой, ертең ол бізбен бірге түседі да, материальный. Бірақ ана птичканы баса береміз, иә? Ол сізде апрельде кеткен болса, отпускноймен бірге оздоровительный төленіп кеткен жоқ па? Сонымен бірге төленіп кете ма? Оны енді сіз бухгалтерден сұрамыз, егер төленбеген болса, қоясыз галочканы. Егер төленген болса, қоймайсыз. Болды. Сұрақтарыңыз бар ма? Больничныйды листок нетрудоспособности дегенге кіресіз. Запись жасалынды, чатқа жібереміз сіздерге. Тағы бір сұрағым бар еді. Мынау бала босануға кетті ғой былтыр жылдың аяғында. Содан бала күтіміндегі демалысы бітіп, отпускіге шықты да, енді отпускісі бітіп, келер жылға дейін бала күтіміне без содержания ақысыз демалысқа кетіп жатыр. Ол кісілер емдей ма? Сол бала күтіміне ақысыз демалысқа кеткенді ғана енгізесіз. Оның алдындағыларды енгізбей қойыңыз. Қай уақытта бала күтімі ақысыз демалысқа кетті? Соңғы жазған приказын ғана енгізесіз. Барып келгендерді уже жазбай қойыңыз. Иә, мақұл, рахмет. Ал бала күтімінде отырғандар ше? Енгізесіз барлығына. Кім отпускта отыр, по уходу за ребенком, олардың барлығын кіргізесіз. Отпускілері бітіп, еңбек ақысы демалыста отырды, без содержанияда. Біткендерін кіргізбейсіз. Қазір отырған отпускты ғана кіргізесіз. Қазір қай отпускта жүр, соны кіргізесіз. Рахмет. Чатта қазір сұрақ қойыпты, больничный лист бойынша 30.04.2025-тен. Майдың зарплатасына кіретін больничныйларды енгізесіз. Егер ол төленіп кеткен болса, кіргізбей қойыңыз, майдікі болса кіргізесіз барлығын. Добавитті басасыз, серия деген жерге больничный листта сізде жазылып тұрады, БД деп соны жазасыз, документ номері, больничный номері жазасыз, датасы, больничныйда әкелген күнді жазасыз, вид отсутствия 512 болады, барлығында табельный номер, ауырып жатқан адамды көрсетесіз,
үшбұрыштан басып тізімнен таңдап қарап алсаңыз болады ол кісіні. Не работал с и по дегенге жаңағы қай күнде аралығында ол кісі жұмыс жасамады, ауырды, сол күнді көрсетесіз. Мысалы диагноз бен метод учреждения не обязательно. Дата учета бұл больничный лист қай табельге кіреді, сол күнді қоясыздар, сақтайсыз, міндетті түрде подписқа басасыз. Және мышканың оң жағымен помощьті бассаңыз, видеоролик шығады, қазақша, орысша, барлық құжаттарды көріп, қарап алсаңыздар болады, толтырған кезде түсініксіз болса. Больничный листтағы стажды міндетті түрде жазу керек па? Ол өзі автоматически шығады. Сіздер егер протокол по стажу жасап қойсаңыздар, автоматически түрде шығады ол. Личная карточкасынан алады. Подразделение, должность, стаж өзі шығады. Төбесіндегі датаға сол алып келген күн жазамыз Иә, ба? сіз қолыңызға алып келген күнді жазасыз, иә. Протокол по стажу категория шықпай тұр, без категория. Категориясы болса, оны завуч толтырады, одан кейін барып қана сіз протокол по стажуға қосасыз. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Бізде бір апай декретке енді шығып жатыр да, өткен аптада, қазір бірақ әлі көк қағазын алып келген жоқ. Сонымен енді ол кісі көк қағазын алып келгеннен кейін барып декретіне ашамын ғой мен, иә? Иә. Сізге алып келеді қағаз, содан кейін соны толтырасыз системада. Өйткені сіз білмейсіз ғой даныларын, қай күнге дейін. Ол кісі по беременности родан кеткелі жатыр ма? Иә. Иә, алып келгеннен кейін барып қана толтырасыз. Сосын отпускасын кейін босанып келгеннен кейін жұмысқа түсетін кезде жалғаспайды, сол кезде толтырмайды. Иә. Мына жерде предоставление отпуска по беременности родан деп таңдайсыз. Категориясын завуч толтырып қойып, сізде көрінбей тұрса, ол егерде қосымша должность болса, басқа табельный номер таңдап қою мүмкін. Сондықтан сіздер колл-центрға звондаңыздар, Анидекспен қосылып, қарап көрсетіп жібереміз, түсіндіреміз. Қыздар, осы бүгінгі сабақ түгел чатқа жіберіледі ғой. Жібереміз, иә. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сіз ендігі жиналыс ертең айтылады деп жатсыз да, ертеңгі жиналыста деп, ертең демалыс 8 күні болады жүр, Енді, жиналыс, иә? иә, қосымша жібереміз ғой чатқа, қай күні болатынын. Болды. Ол жиналыста дәл осыны қайталай ма, жоқ басқа түрін таңдаймыз ба системаның? Егер ол іс жүргізушілерге болса, онда солай өтеді. Сол кездегі сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады сол зумға. Бізге негізі жұмыс күні ыңғайлы да, қосылуымызға. Жұмыста отырып. Жұмыс күндері болса. Жақсы. Бізге сосын мынандай ғой, қайтадан басынан бастап тағы бір көрсетіп жіберсеңіздер, қатеміз болса, неге салмай тұрып бір тексеріп алсақ. Қай басынан бастап, қай жерінен? Макетті толтырғаннан ба? Макеттен бастап, бір осындай нелеріңіз жіберіп отырсаңыздар чатқа. Соған қарап отырып, қатемізді бір жөндеп шықсақ. Жақсы. Осы зумды жіберейін, жарай ма? Иә. Менде бір макет толтырғаннан кейін загрузка жасалып кетті, бірақ фамилиялардың ішінде қате болып кетеді ғой, мысалы, біреудің фамилиясынан. Соны қай жақтан дұрыстап сохранить етеміз? Соны көрсетіңізші. Егер фамилияларынан қате кеткен болса, справочники организация кіресіз. Осы жерде книга табельных номеров бар. Осыған кіріп, списоктан тауып аласыз сол кісіні, изменить басып, одан кейін жөндейсіз. Қазір мен жаңағы бір кісіні алайын. Вот. Мысалы, осы кісінікі жөндейміз, мышканың оң жағымен изменить басасыз, жөндейсіз. Ошибкасын, мысалы, жаңағы имынан кетсе, номер удостоверения, барлығынан қате тауып жатсаңыз, сосын сохранитті басасыз жөндеп болғаннан кейін. Егер пәннен қате кетсе де осы жерден жоқ, бұл жерден жөндемейсіз. Пәннен қате кетсе, если ол сізде основной должность болса, онда барлық
связанный документті өшіру керек болады. Ондай жағдайда сіз чатқа или жазыңыз, или колл-центрға звондаңыз, біз сізге бір рет анидеспен кіріп түсіндіреміз, жарай ма? Өйткені оның түзету жолы кішкене ұзағырақ. Былай айтсам, қазір шатаспай кетесіздер. Сондай ошибка болса, онда сіз звондаңыз колл-центрға. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, зумда аяқтайық. Чатқа жазамыз енді, сұрағын түсінбеген жағдайда. Иә, сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып, колл-центрға хабарласыңыздар. Жарайды. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.